Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Талдықорған қаласы номері 16 орта мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі Болатбаева Әйгерім Нұрсұлтанқызы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүлдің құрылысы, тозаңдану түрлері, қосарлы ұрықтанудың биологиялық маңызы. Сабағымыздың мақсаты өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау және гүлді өсімдіктердегі қосарлана ұрықтанудың маңызын сипаттау. Өздеріңе белгілі балалар, өсімдік мүшелері екі топқа бөлінеді: вегетативті және генеративті. Вегетативті мүшелерге өсімді мүшелерін жатқызамыз. Оларға тамыр, сабақ, жапырақ, өркен жатады. А генеративті мүшелер бұлар көбею мүшелері. Оған гүл, жеміс, тұқым жатады. Біз бүгін сендермен гүлдің құрылысымен танысамыз. Гүл жабық тұқымды өсімдіктердің көбею мүшесі. Ол өркеннің төбелік және бүйірлік түзуші ұлпаларынан шығатын споралы, жынысты, маманданған репродуктивті мүше. Гүлде спора мен гаметаның түзілуі және жыныс процесі жүреді. Тозаңдану мен ұрықтану процестерінен кейін гүлде жеміс пен тұқым пайда болады. Гүлдің құрылысы бірнеше бөліктерден тұрады. Оның жіңішкерген жерін гүл сағағы деп атаймыз. Гүл сағағы арқылы жапыраққа немесе сабаққа бекінеді. Гүлдің кеңейген бөлігі гүл табаны деп аталады. Гүл табаны гүлдің барлық мүшелерін ұстап тұрады. Тостағанша жапырақша бұл жасыл түсті болады. Гүл бөлімдерін қорғайды, яғни оның қызметі қорғаныштық. Күлте жапырақша, өздерің көріп тұрғандай, күлте жапырақша гүлге әр түрлі түс береді. Гүлдің ең негізгі бөлігі аталық пен аналық. Аталық пен аналық көбеюге қатысады. Аналықтың құрылысына келетін болсақ, аналық аузы, мойны және жатыннан тұрады. Аталық жіпшеден, тозаңқаптан және осы тозаңқаптың ішінде ұсақ, майда, көптеген тозаңдар болады. Тостағанша жапырақша мен күлте жапырақшаны гүл серігі деп атаймыз. Гүл серігі екіге бөлінеді: жай гүл серік және қос гүл серік. Жай гүл серік деп отырғанымыз тостағанша жапырақшалары болып, күлте жапырақшалары болмайды. Ал қос гүл серікте күлте жапырақшада, тостағанша жапырақшасы да болады. Жаңа айтып өткеніміздей, аталық пен аналық гүлдің негізгі көбею мүшесі. Аталық тозаңның аналықтың аузына түсуі тозаңдану процесі деп аталады. Тозаңдану екіге бөлінеді: өздігінен тозаңдану, айқас тозаңдану. Өздігінен тозаңдануды автогамия деп атаймыз. Ол бір гүлдің өз аталық тозаңы сол гүлдің аналығының аузына түсуі. Бұның артықшылықтары: көп энергия жұмсамайды, уақытты үнемдейді, сыртқы факторларға тәуелді емес. Кемшіліктері: жаңа белгілер пайда болмайды, яғни биоалуан түрлілік жоқ. Айқас тозаңдануды аллогамия деп атаймыз. Бұл бір гүлдің аталық тозаңы екінші гүлдің аналығының аузына түсуі. Айқас тозаңданудың бірнеше түрлері бар. Олар бунақ денелер арқылы, жел арқылы, су арқылы. Айқас тозаңданудың артықшылықтары: жаңа белгілер пайда болады, яғни биоалуан түрлілік бар. Олардың тозаңдары жеңіл. Көптеген тозаңдарды шығарып, оларды ұзақ жерге таратады. Бұлар бейімделгіш. Ал кемшіліктері: көп энергия жұмсайды, сыртқы факторларға тәуелді, уақытты көп алады. Тозаңданудан кейін ұрықтану жүреді. Тозаңдану болмаса, өсімдік жеміс бермейді. Енді балалар, ұрықтану процесін көру үшін видеоға назар аударайық. Гүлдің құрылысымен танысып болғаннан кейін
үрдістерге көшейік. Ең бірінші тозаңғапта тозаңдар дамып жетіледі. Одан кейін жел арқылы, немесе жәндіктер арқылы, немесе жаңбыр суы арқылы аналықтың аузына түседі. Бұл процесс тозаңдану үрдісі деп аталады. Тозаңның құрылысына келетін болсақ, тозаңның өзі ішінде екі жасушадан тұрады. Біреуі генеративті жасуша, екіншісі вегетативті жасуша. Вегетативті жасушадан, яғни дене жасушасынан ұзын тозаң түтігі түзіледі. Ал генеративті жасуша бөліну арқылы екі спермид түзіледі. Көріп тұрғандарыңыздай, тозаңның түтігі бойымен екі сперми аналықтың жатынына қарай бағытталуда. Аналық жатынның өзі аналық тұқым түйіннен тұрады. Егер де құрылысына назар аударсақ, тозаңның кіреберісі, синергиттер, жұмыртқа жасушасы, орталық жасуша, антиподтар және ұрық қабынан тұрады. Бірақ қазір бізге керегі тек тозаң кіреберісі, жұмыртқа жасушасы, орталық жасуша және ұрық қабы. Қалғандарын жоғарғы сыныптарда өтетін боламыз. Екі спермидің бірінші спермиі кіреберістегі жұмыртқа жасушасымен қосылып зигота түзеді. Зигота әрі қарай дамып ұрықты түзеді. Ал екінші сперми үлкен пішінде тұрған орталық жасушамен қосылып эндоспермді түзеді. Эндосперм қоректік заттардың қоры болып есептеледі. Осылайша, осы процесті қосарлы ұрықтану деп атайды. Өйткені екі спермидің қатысымен жүреді. Зигота, эндосперм және ұрық қабы тұқымды түзетін болса, ал жатынның, сонымен қатар гүлдің табаны, тостағаншалары, олар жемісті түзуге қатысады. Видеодан көргеніміздей, қосарлы ұрықтану тек қана жабық тұқымды гүлді өсімдіктерге ғана тән. Қосарлы ұрықтануды атақты орыс ғалымы Навашин 1898 жылы ашты. Біздің бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сен білесің бе әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап береміз. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызда қалай меңгергеніміз жайлы рефлексия пирамидасы арқылы маған кері байланыс берсеңіздер. Бұл жерде мен үйренген 4 мәлімет, мен білген 3 мәлімет, менің көбірек білгім келген 2 мәлімет, есте сақтау керек бір маңызды мәліметті жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.